Мысалға, пенде болғасын кемшіліктер болатын шығар. О кісіге де риза емес адамдар бар шығар. Бірақ бір нәрсе бар да. Патшаның інісі болу деген сынақты көбіміз көрген жоқпыз да. Жалпы президенттің, оның үстіне тұңғыш президенттің інісі болу дегеннің өзі ол бір сынақ нәрсе. Патшаның інісі болмақ түгілі Жұмабектің бажасының не істегенін бәріміз көріп отырмыз ғой. Шәуілдір, стрижка. Саса история. Не болды? Жұмабектің бажасын ғой. Жұмабек келіп атмақтамыз. Жұмабекке звондасай. Көріп отырмыз ғой. Сондықтан Қайрат аға сол елбасының інісі болғанына қарамастан маңдайын сәждеге қойып, Құдайын танып, қаншама қазақтың жігіттеріне қамқор болып, жұрттың имандылыққа, ізгілікке бет бұруына жағдай жасап жатыр. Сондықтан Қайрат ағамыздың біз қарапайымдылығына, жомарттығына, елге жұртқа жасап жатқан қаншама жобаларына біз куә болған адамбыз. Сондықтан біз көргенімізді айтамыз. Мүмкін ел сырттан жобалап, ол осылай шығар деп тұспалдап айтатын шығар бір дүниелерді. Бірақ біз қасында жүргендіктен көргенімізді айтамыз.